Осы видеода сіздерге Ыбырай Алтынсариннің қанатты сөздерін ұсынбақпын. Жақсы мінез бен ақыл күші біріксе, бұлар адамгершілік қасиеттер. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Адамгершілікке тәрбиелеу құралы еңбек пен ата-ана үлгісі. Көп сөйлеген мылжың шын сөзді аз айтады. Оқыту процесінде қалай болса солай оқытпай, ғылым, білім беру жүйесі сақталуы керек. Педагогикалық жұмыстағы шешуші нәрсе ең жақсы оқыту әдістерін таба білуде. Мектеп қабілетсіздік пен жалқаулықтың ұясына айналмауы тиіс. Тұмсықтының тамағы шоқуменен табылар, өнер білім дегенің оқуменен табылар. Еңбекпен табылған тамақ тәтті, әрі сіңімді болады. Қашанда бір істі істегіңіз келсе, ол іске әуелі ақылыңызды, одан соң қолыңызды жұмылдырыңыз. Егерде ақылыңыз дұрыстаса, көзіңіз көріп, жөнін тауып мақұл көрсе, тіліңіз бен қолыңызға еріп беріңіз. Байлық қанағат пен еңбекте. Өнер білім бәрі де оқуменен табылған. Жақсы ой мен жақсы сөз жақсы істерге жетелейді. Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат қылмасаң, көптен құр қаласың. Алдыңа келсе, әділдігіңді аяма. Әр нәрсенің сыртына қызықпа, асылы ішінде. Қазақтың тілі соншалықты мол, ләкин қазақтың тіліменен қандай кітап болса да жазуға болады. Қазақ тілі мұншалықты жатық әм анық болар еді. Егерде біздің қазақтар аңғарып, бөтен тілі араластырмастан ілгері бастырып сөйлесе. Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес. Оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиіс. Ыбырай Алтынсарин, шын аты Ибрахим, 1841-1889 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Өзінің мінез құлқы жағынан қарапайым әрі еңбек сүйгіш еді, көп оқыды. Өзге халықтардың қол жеткен табыстарын неғұрлым көбірек біле түссем деп армандады. Алған білімін өз халқының пайдасына асыруға талпынды. Алдағы мақсат 1500 жазылушыға жету. Сондықтан, егерде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, бұл маған үлкен қолдау болар еді.